Сәлем достар, бүгін өзбек халқының хамир хасиб атты тағамын дайындап жатырмын. Бұл тағам негізі мантыға ұқсайды, айырмашылығы тек картоптың орнына осылай шала пісіріп алған күрішті қосасың. Міне мынау майлы фарш, ұсақтап туралған жуа және жаңағы шала піскен күрішімізді салып жібереміз. Яғни былай қарасаң голубцыға да ұқсайды, салмасы. Тұз, бұрыш болды, осыны жақсылап араластырамыз. Міне хамир хасибтің салмасы дайын, ал мынау қамыры кәдімгі мантыға елеген қамырдай, тек айырмашылығы менде бұл папа қамыр, яғни жартысы ағын болса, жартысы бүтін дәнді бидай ұны, яғни цельнозерновая мука, және шамалы жүгер ұнын қосып жердім. Мен асығыс болғандықтан қамырды қалыңдау етіп жайдым және үлкен етіп кестім. Мінекей мен сіздерге жасалуын көрсетіп жатырмын. Яғни формасын осылай келтіреміз, салған фаршты осылай сөпақша етіп, міне осылай ораймыз. Жасалу өте оңай. Бір рет жасасаңыздар да үйреніп кетесіздер. Және бұл тағам шынымен өте дәмді. Кейде мантыдан шаршаған кезде осындай тағам жасауға болады. Міне сіздерге тағы бір рет көрсетіп жатырмын. Мантыдан айырмашылығы фаршты төрт бұрышты нанның бұрышына салып, осылай орай саламыз. Өте оңай. Жаңа айттым ғой, мен асығыс болғандықтан осылай үлкен қылып жасап жатырмын. Негізі нанын шағын етіп, етті аздау салып, сопақша етіп, әдемілеп жасауға болады. Міне хамир хасибіміз дайын. Қазақша аударсақ қамыр әсіп екен. Шынымен әсіп деген тағамға ұқсайды. Манты сияқты, бұл да мантываркада 40-45 минуттың ішінде пісіп шығады. Болды, мантымыз пісті, сөндіреміз газды. Мантыварканы көрсетпей қояйын. Бісміллә. Мінекей еш жабыспаған, жыртылмаған. Таза, газымыз таза. Оған жап отырамыз. Ыстықтай жеп алайық. Осындай хамир хасиб. Огонек қолдан жасалған. Майлы фарштан жасалған хамир хасиб. Ыстық, сондықтан мен сіздерге пышақпен кесіп көрсетейін. Папа ұннан жасалған қамыр. Керемет. Дәмі деген керемет. Наны да дәмді, еті де тағам дәмді болғандықтан тауысып қойдық. Егер қамыры қалың болды десеңіздер, қараңыздар, еш білінбейді. Фарш майлы болған кезде қамырдың шамалы қалыңдау болғаны ештеңе етпейді. Оның үстіне бұл пайдалы қамыр, сондықтан норма. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Бәрімізге ас болсын, молшылық, амандық болсын.